Адамның бір қызығы бала деген дейді абай. Абай реалист. Жасыратын жоқ, бізде бүкіл қызықты өмірдің қызы тек қана бір балаға ғана тіреп тастайтын кезімізде жоқ емес қой. Жоқ, өмірде қызық көп. Бірақ соның ішіндегі аса маңыздысы ұрпақ, бала. Абай реалист, әр нәрсенің шынайы, нақты бағасын береді. Сондықтан да бар қызығы демейді, бір қызығы дейді. Сөйтеді де айтады, баланы оқытуды жек көрмедім дейді. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Екіншісінің жан құмарлығы білсем, көрсем, үйренсем дейді деп айтады ғой. Осы екі типтегі баланы қайтсек адам қылмақ керек. Әуелі әке балаға сыншы дейді қазақ. Құнанбайдың өзі Абайға сыншы болған. Енді ел ішіндегі бір естеліктерде айтады ғой, Абай бір ыстығы көтеріліп ауырған кезде Құнанбайдың айтатын сөз бар. Абайжанның бар қуаты ішінде сыртына шығып жатыр, ешкімге көрсетпеңдер деп дейтін сөз бар. Немесе Ахмет Ризаға Семейдегі Ахмет Риза медресесін оқуға берген кезде, әй, не күтсеңдер де осы мына жаман қарадан күтіңдер дейтіні осы мысал болады. Шындығында баланың мінез құлқын, бейімін танымақтық бұл көніс. Бұл баланың жалпы келешектегі бақыт бағдарын анықтамаққа керек. Біз бұны қазір туғанынан көз алдында өсіп күнде көріп жүрген ата-анаға емес, мұғаліміне немесе өмір көрмеген танымайтын психолог дейтін мамандарға тапсырып қойып қойдық, басы бүтін. Әрине олардың кеңесі керек емес деген сөз жоқ, бірақ дегенмен оны әкесі мен шешесіндей кім таниды? Оған әкесі мен шешесіндей кімнің балаға жаны ашымақ? Баланың қандай күйде жүргенін психолог білетіндей көреміз. Осы рас қой, осы нәрсе. Рас. Сыншы деген сындау емес, тану екендігі түсінікті. Баланың бейімін танымасаң, мына музыкаға бейім баланы спортқа, оқуға бейім баланы әнге әуес қылмаққа қинап, оның әуелде қызыққан дүниесіне ұмтылысын мұхалфы болатынымыз болады. Барлық бала оқуға бейім бола бермейді. Біреу шарбаға бейім болады, ол да керек қоғамға, біреу басқаға бейім болады. Кеңес кезінің өзінде сондай бейіміне қарай кейбір жігіттер шаруашылық басқаруға, малдың айналасына жіберсе, кейбірін университетке түсіп, әрі қарай ғылым жолына ізденуге бейім деп сондай жағдайлар жасалған. Осыда да Абайдың мысалын айта кету артық емес деп ойлаймын. Бұл енді тарих фактілер ғой. Абай баласы Мағауияны 14-ке келгенде Семейге оқуға жіберген кезде Ысқақтың ұлы Кәкітайды оқытпақ болады. Сонда Ысқақтың әйелі айтады, өзіңнің ел басқару жұмысыңнан қолың босамайды, малға шаруаға кім қарайды деп, Кәкітайды оқуға жіберткізбей қояды. Сонда Кәкітайдан үлкен үміт күткен Абай Ысқаққа ренжіп, сені қатынның тілін еріп, мына адам болайын деп тұрған Кәкітайды оқудан қалдырдың. Енді бұл баланы мен өз тәрбием алатын боламын. Сенің мұнда бұл балада жұмысың болмасын деп. Енді бауырмалдық бір жағынан жанашырлық түсінікті ғой. Абайға тән қылық қалай деген деді. Міне сөйткен Кәкітай Абайдың қасында 24 жыл жүреді. Оқиды, көп дүниені Абайдан үйренеді. Кейін Абайдың алғаш өмірбаянын жазып, тұңғыш жинағын жасап, азапқа түсіп жүрген осы Кәкітай. Біздің осы күнгі оқып жүрген Абай шығармалар сол Кәкітайдың арқасында бізге жетті деуге болады. Мұны қолынан іскерлік баланы тану деп айтайық. Сонымен Абай баланы қалай тәрбиеледі? Бүгінгі әңгімеміз осылай болсын. Бірінші, балаңды тәрбиелеме, өзің тәрбиеле дегенге саяды Абайдың. Өзің үлкен қылығың балаша мәз болып жүрсің тамашаға, әке сұрса балаға, ол да достық. Бала сұрса әкеге жараса ма дейді. Осыны айтып отқан Абайды әрине біз баяғы советтік идеологияның екпінімен Құнанбаймен салғастырып қоюға жағдай болды ғой. Әрине ол қиянат өзін өзі ақтады. Егер ондай болмаған жағдайда Абайдың тұлғасы сол кезде советтік идеологияда жалау болар ма еді, болмас па еді. Енді ол басқа сөз. Мысалы үшін өзі үлкен қылығы балашаға болып, былайша айтқанда аса бір терең емес әке балаға не тәрбие беріп жатуы мүмкін. Оның балам өйтіп бүйтті дегені балаға жұға ма? Үйіңе келіп кешкілік бір кітаптың бетін ашпасаң, өзің білім мен шатағың болмай, балам оқы, қазір білім заман деп көсемсеңден кім кетер? Өзің бажылдап ұрысып жатсаң, аққозы болып, ашуланып жатсаң, балам сабырлы бол, байыпты бол деп айтқаныңыз қандай нәтижесін бермек? Абай айтады, біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол бала не қылады деп. Осыны айтып келеді да, артынан Құран оқысын деп оқытады дейді. Артынан Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, саған кім Құран оқымайды? Егер жаманшылығың көп болған болса, баланың оқыған Құран саған сен неменеге жеткізеді дейді. Тірлікте өзің қылмаған істе өлген соң саған балаң кәсіп болып берілетініне сенесің бе деген сияқты Абайдың сөзі бар. Мұнда да шығатын ой, әуелі өзің жақсы бол.
сонда балаң өзі жақсы болады. Әуелі ең бірінші өзіңді тәрбиеле. Абай айтып отқан дүние осы. Міне, Абайдың бала тәрбиесіндегі әуелгі негізгі ұстанымы өзіңнен баста деп отыр. Бүкіл данаға тән. Кез келген нәрсенің анау өзіңнен дәп басатын Абайдың тағы да даналығына тәнті боласыз. Екінші, қызықтыр дейді. Ғылым білімге үйір қыл дейді. 38 сөзін бастағанда кітабы тасық дегенде кітабы тасық деп айтады ол сөзін. Ей жүрегімнің қуатты перзенттерім, сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып қалдырайын деп. Жүрегіндегі ең қымбат нәрсесін адам әдетте баласына арнайды. Өйткені өзінің жетпеген нәрсесін, өзінің қол жетпеген бүкіл нығмет атаулыға баласы жетсе деген ниет кез келген әкенің бойында болатын дүние. Сондықтан да Абай ядкар жазып қалдырайын сендерге деп бастаған кезде жаңағы айтатын сөзі әуелі Алланы танымақтық деп келеді, одан кейін адамның адамдығы ақын, ақыл, ғылым деген нәрселермен деп айтады. Енді соны қалай үйретеміз деген кезде, ғылым білімді әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында зорлықпен, яки алдаумен үйір қыласыз, үйренегелі өз дегендей болғанша дейді. Сондай күйге алып келесің дейді баланы. Абайдың айтқан кеңесі. Біз не істейміз? Сабағында оқыдың ба? Бар сабағында оқы. Қанша алдың бүгін? Мектепте не істеді? Балалар бүгінгі тақырып мынандай. Үйге тапсырма мынандай. Енді сол бала ғылымға үйір бола ма? Біздің баланы білімге бар қызықтырғандағы дүниеміз бағасы. Оқысаң 5 қойым, оқымасаң 2 қойым. 90% оқушы да 90% мұғалім де сондай. Мен аз айтып отырмын. Бар шығар ғылымға, білімге алдап қызықтырып үйірсе оқылатын азын-шоғын мұғалімдер жоқ емес, бар ғой енді. Бірақ Абай айтпақшы, кейбіреуі болмаса анда-санда. Абай балаларын молдаға оқытқан. Сосын қалаға школға берген. Өзінің ғана емес, бауырларының балаларының оқуына себеп болған. Сол кезде Абайдың бір дағдысы оқып жүрген балалар жинап алып дейді. Не оқып жүргендерін сұрап, бір-бірімен білім жарыстырып, мақтап, олардың оқу процесіне өз араласып жүрген. Қазіргі ата-ананың оқу процесіне араласуы қиын. Есебін чатқа жіберіп, жаңа шығартып беруден, мұғалімнің мейрамына жаңа сыйлыққа қанша ақшадан жинаймыз, осыны жинаудан аса алмай жүрген жағдай сияқты көрінеді, жасыратын жоқ. Енді қызықтыру демекші, осы күні не көп, жалпы балалардың білім беру жүйесінде ақыл айтатын адам көп, соған дөңіліп жатамыз. Енді біздің көп жағдай танитынымыз орыс ғалымдарымыз, шаталықтарға тәнті болып жатамыз. Макаренко кезінде, кейін жаңағы Эрик Эриксон шықты, Жан Пиаже дейтіндер бар, Сухомлинскийдің сөзін айтамыз. Енді көп қой осыларда. Небір жаңағы батыстың орта білім жүйесіндегі методикаларын да жаңағы бәрін де айтатын, ойнатып оқыту, еркін оқыту, қинама, зәрезеп қылма, шаршатпа. Осы дүниеге мейлінше өте қатты мән береді ғой. Абай айтпақшы, басынан зәрезап қылып алмай жаңағы алдап үйретсе, үйренегелеу сосын өзденіп кетсе деген жағдайды, сол бүгіннің ұлы методистердің барлығы да осыны айтып жатыр. Сосын үшінші нәрсе. Абай айтады, балаңды бұзба дейді. Ана десін деп демесін ұмытпа дейтін сөз бар ғой. Баланың бұзық болуы, сотқар өтірікші құлсым болуы неден? Тәрбиеде ағаттық жіберген тұсымызды тапсақ, орнын түзей салу оңай сияқты көрінеді өзі. Ал егер қателік о баста кеткен болса ше, анау қайнар көзінен кетсе, оның орнын толтыруға бола ма? Абай айтады, әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне оны берем деп басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың, соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Өтірікшімен су шықпастың пайда болдың, түп тамыры қайда шыққан осыдан аған қара беріңіз. Бала не білер дейсің, оған өтірік айта салса болады ғой деп айтуға болмайды. Бұл кейін оның мінезінен бұлтиып шығып тұратын болады. Міне тәрбиенің көкесі. Ұсақ түйек секілді, бірақ бәрімізде бар кемшілік. Абай бейне бір біздің ұрлығымыздың үстіне түсіп тұрғандай болады. Әрі қарай тіпті қызық. Қызық емес, қиын. Абай айтады, боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиян қосқан тимеңдерші осыны. Қойшы дегіздейтін сөзді естіп соған масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қоясыңдар дейді. Қазір психология не дейді? Дискурс дейтін ұғым бар. Сөз арқылы әсер ету балаға.
Мысалы, бір үйде екі бала болатын болса, бірінің сәл мінез ауырлау болса, тумыстан ол бұл момын жуа сөз бос деп айта берсең, анау шынында да солай сылбыр бос белбеу жаңа былжырақ болып кетеді. Екінші баласы пысықтау болса, бұл клоун, тентек, оқымайды, бұл әртіс деп айта берсең, анау шынында да мен бұзық екенмін де, жаман сен бөрік қалсаң деп, баланың аты бала ғой. Сол бұзықтығы тегіңдей беретін болады. Сол үшін баланың кемшілігін оның лақабы қылып, негізгі сипаты қылып таңба дейді. Жаңа абай айтқандай, кәпір қиған осыған тимеңдерші деп, оны әбден масаттандырып, тентектікке үйретіп қоясыңдар дегені сол дискурспен тура үндесіп келіп отыр. Абайдың айтып отқаны. Қазір бүгін заманауи жаңа ғалымдардың айтқанын, абайдың айтқанын асып отқан ештеңесі жоқ. Боқтатып біреуді боқтатып деген жері абайдың сұмдық енді. Кейде бір аулаға шығасың қалада. Аузынан анасын сүті кеппеген балалар орысша қазақша айтуға ауыз түгел естуге құлағы ұялатын сөздерді айтып жүреді. Ойлайсың, осылардың үйінде әке-шешесі бар ма өзі? Әке-шешесі бар болса, баласының не сөйлеп жүргенін білмей ме? Әлде өздері үйрете ме? Абай айтқандай. Әсілі сөз мінезге, мінез адам тағдырына айналады. Әдет мінезге деген сияқты, өзі сөз бен әдет қатар ғой. Әрбір боқтампаз адам жауапсыз, сосын орысша айтқанда наглый болып келеді. Боқтампаз адам бір ортада боқтап сөйлеп, бір ортада сыпайы сөйлеп, біраз өзіне екіжүзділікке бейімделеді. Ауыздың ластығы деген жанның ластығына апаратын дүние. Сондықтан балаңыз аулада, өз қатарының ортасында қалай сөйлейді? Әр ата-ана оны да қадағаламақ керек. Әрі қарай абай не дейді? Қу бол, қу сұм бол деп пәленшенің баласы сенің сыртыңнан сатып кетеді қазір. Анаған сен банау, сен сатайын деп жүр. Бүгінде жоқ емес ол. Сөйтіп тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып. Осы ма берген тәлім? Осы баладан қайыр күтесің ба дейді абай айтады. Бір сөзбен айтқанда 5-тен белгі шықпаған балаға беретін тағылымымызға сақ болуға шақырады. Бала есейген соң тым кеш болады. Абай жаңа десін деп демесін ұмытып кетеді дегендей, бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін деп жүріп, надан демесін, пасық демесін, залым демесін, өсекші, өтірікші, аферист, алаяқ демесін дегенді назардан тыс қалдырып қоятынымыз ағайын өтірік емес. Енді абай айтатын төртінші мәселе, балаға білімді не үшін береміз? Яғни білім берудегі біздің ниет. Бүгінде ата-аналар баланың білімді болуына көп көңіл бөлетін сияқтымыз. Анда да мында да шетел асырып оқытып жатырмыз. Баланы оқыған жақсы ғой. Дегенмен біздің ішіміздегі ниет қандай өзі? Ал мойындайық. Мойындап көрейікші. Білімді болсын, көңіл көкжиегі кеңесін, өз саласы майталманы болсын деп оқытамыз ба? Әй қайдам осы. Бір жерде креслода отырсын, ақшаны көп табатын қызметте болсын, бізді үлдемен білдеге орасын деген ниет басымырақ сияқты көрінеді көбімізде. Абай да оқытты балаларын. Бірақ айтады, баламды медресеге біл деп бердім дейді. Қызмет қылсын, шеналсын деп бермедім дейді. Жанбай жатып сөнуге деп қояды. Өйткені адам баланың ниеті болып бұзылады. Көп әке, көп шеше осы жерден ұсталып қалатын шығармыз енді. Жұрттың баласының алдын орап кетсін дей ме, атым шығарсын дей ме, ит сілікпесін шығарып, андамында сүйрелей береді. Баланы құрдымға жіберетін нәрсе сол деп ойлаймыз. Әке мен шешенің тщеславиясы, танк құмарлығы көп жағдайда балаға кесірін тигізіп жатады. Бала жалпы 11-12 жасқа шейін қазақ ойын баласы дейді баланы. Өйткені оның бейімі, оның хақысы ойын. Өйткені бала әлі физиологиялық толық жетіліп те болған жоқ. Ол таңын жазу керек. Ол бала жүгіру керек. Ойнау керек. Сондықтан да ойын баласы деді. Ана жолы сөздерімізде айтып жатырмыз. Mesela Лермонтовты 11 жасында, Ломоносовты 11 жасында берген екен мектепте. Елдің бәрі ойыны қанғаннан кейін барып ғылымға кірісті, бірақ ғылымда қаншама нәтиже шығарғанына біразымыз куәміз. Ондай мысалдар көп ақ. Яғни ойын баласының өмірінің негізгі мәні ойын. Соның баланың сол хақын тартып алып, қазір біздің қатарымыздағы адамдар мысалы үшін Қазақстанда дейді. Баласын әлі жаңа ғана памперс шешкен баланы алып барып развивашка дейтін апарамыз, ағылшыншаға апарамыз, одан шыққан соң пианиноға апарамыз, одан шыққан соң күреске апарамыз, одан шыққан соң домбыраға апарамыз, одан шығар вокалға қатысады, өлең айтады, үйтеді, бүйтеді. Бала соның бәрінен біраздан зәрезеп болады. Сынып қалуы кәдімгі.
Ал ара жағындағы түп мақсат әке шешенің әйтеуір қалай болғанда жұрттың алдына түссін деген бір ой. Баламен санаспайды. Содан келіп ұстазға концертте мен балама неге айтқызбадың? Анаған 5 қойдың, менің балам неге 4 қойдың? Менің балам неге 2-ші орын алды? Инстаграмда да сенің детсаттың инстаграмысында неге менің балам шығармайсың? Енді былайша айтқанда, осы даңқұмарлық, осы өлермендік балаға әсер етпейді дейсіз бе? Әрине әсер етеді. Жоқ жерден осы кінә артатын ата-аналар пайда болып жатыр. Өзін тәрбиелеушілермен. Яғни тәрбиелеуші мен баланың ата-ананың арасында келісім, оның бәрі де үлкен бір процесс, ол кәдімгідей, ол машақат, ол жұмыс. Жақсы, үйтіп мектепті бітірді, жоғарғы оқу орнына жібердіңіз, арысы қызмет қылсын, шен алсын деп жібереді. Берісі бір жапырақ қағаз алсын, елі қатарлы күнін көріп кетсін деген ниет. Бірақ абайдың тағы бір айтатыны бар. Балам закон білді деп, қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы дейді. Шариғатқа шаласы. Осы қауіптің ар жағында не жатыр? Абай айтқан қауіпті. Шариғатқа шала болған адам адамгершіліктен азғындайды. Яғни шариғат Құдайдың жарлығы. Құдайдан қорықпаған адам шариғатты білмеген. Қанша жерден білім алса да бәрі қоғамға қауіп деп отыр. Осы жерде Әл-Фарабидің үндесетін жерде Абайдың осы жерде. Жарайды, қарапайым былай елді былай қояқ, Бұқараны бізді былай қойыңыздар. Біраз Байышкеш, Байтарлан бағыландардан біраз балалар шетелде оқып жатыр. Абай да баласы Әбдірахман шетелге жіберді. Біздің байлар не деп тәрбие береді баласына? Ретін тапса сонда қалып қой. Елге келме. Мына жерде түгі жоқ. Сол жақта күніңді ор. Сол жердің жалақысы көп. Осы елдің зиялы болып жүрген, ел жер деп аттандап жүрген біраз адамдарды білеміз. Қызым баласын шетелге жіберді. Соны күттеп, қалай бір сонда қайтесің, бұл жерде келешек жоқ деген сияқты. Солар осы елдің келешегін солар көтермесе, сол алған Европаның біліммен тәуелсіз Қазақстанның көсегесін солар көрсетпегенде кім көрсетпек? Тағы да Абайдың талабының үрдісінен шықпай отырмыз біз. Тіпті жаңағы шетелге жіберген қыздың бір шетелдің етегінен ұстаса, оған да қарсы емес масқара алғанда. Елге кел, үйренгеніңді үйрет, осындайға жүзеге асыр, мыңға болмаса да бірге пайдаң дейсің, осындай азаматтық ұстаным деген сөз жай халық бола тұрсын. Әуелге әр балаларын неге шетелге жіберген біздің зиялылардың даусына түспей жатқаны жасырын емес. Енді біреудің көңіліне келер, келмес, бірақ бұл айтылуға тиісті нәрсе. Ал Абай Әбдірахман туралы не дейді? Әбдірахман туралы енді өлеңдерінен білеміз ғой. Ел ішіне сау келсең, тағылым айтпас ермедің, жол көрсетіп, сонда өлсең, арманым бар, бермедім дейді. Және осы елге қызмет қылып өлсең, арманым жоқ деген сөзді айтады Абай. Абайдың арманын қараңыз. Яғни перзентті туған еліне қызмет істе деген тілек. Ниет осы. Және де сол өзге жұрттан керектісін алып, оның қаңсығын таңсық көріп жаңағы кетпегеніне бек сенімді болып риза болады. Үйдің айтады, орынсызды айтпаған, түзу жолдан қайтпаған, ортасында кәпірдің арамынан татпаған деп Әбдірахманға берген бағаны қараңыз. Ортасында кәпірдің арамынан татпаған дейді. Петерборда жүрген кезде. Енді арақ ішпеген, шошқан етін жемеген деп айта салу емес. Бұл жерде мүлдем басқа таным тұр. Кәдімгі Абай Әбдірахман жібергенде жүрегіне, көкірегіне жақсы лап тұрып иммунитет салып, сөйтіп барып жіберіп отыр ғой. Сонымен баланы білімге бауды отыра тәрбиелеудің Абай айтқан жолдары қайсы? Қайталап өтейік бір пыстау үшін. Балаңды емес әуелі, балаңды адам қылған кезде ата-ана өзіңді тәрбиеле. Абай айтып отқан нұсқаған бірінші жол. Екінші, баланы еркін ұста, қорқытып, жекіп, бірдеңе үйретем деу боса өре. Қызықтырып, ындынын ашып, ризағатын маздатып, солай үйрет дейді Абай. Үшінші, жастайынан баланы бұзатын, ойын құл сұмдыққа жетелейтін, сөзбен іске ықтияр берме. Айтты ғой. Осы кәпірген қойындаршы дейтін нәрсеге жеткізбе дейді. Төртінші, баламды білімді қылам десең, білімді қылам адам, жақсы адам қылам десең, Абай айтқан толық адам қылам десең, әуелі
ниетіңді түзе дейді. Ет жүрексіз ердің айтпа сөзін көлегелеп көрсетпес шын жүзін деп айтатын жер бар ғой. Баланы білімді қылам десең, әуелі ниетіңіз түзе керек. Сосын болам деген бала болған соң, оның ары қарай талабын ұштап отыру. Абай көрсеткен жол осы.